Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен барлықтарының сүйікті салатына айналған алибе салатының рецептісімен бөлісемін. Мерекелік дастарханға арнап ерекше әсемдеп дайындауға болады. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепт сақтап алып жасап көрсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: колбаса, суға піскен сәбіз, картоп, жұмыртқа және де жасыл бұршақ қажет болады. Ең алдымен колбасамызды, сәбізімізді, картопымызды квадрат пішінде турап аламыз. Ал жұмыртқаны мен үгіштен өткізіп алдым. Тарелкамызға колбасамызды саламыз. Содан соң туралған картопымызды, сәбізімізді саламыз. Алибе салатын жақсы көрмейтін адамның өзі жоқ шығар деп ойлаймын. Үстіне жасыл бұршағымызды саламыз. Мерекелік дастарханға қаламқышша әсемдеп дайындауға болады. Қонақтардың барлығы сүйсініп жейтініне сенімдімін. Аз ғана дәміне қарай тұз саламыз. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен жұмыртқаны қоспаймын. Жұмыртқаны алибияның үстіңгі бетін әсемдеуге алып қаламын. Майонез салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң тарелкамызға, яғни өзіміздің қалаған ыңғайлы тарелкамызға салатын боламыз. Осылай тарелкамызға салып болғаннан соң үгіштен өткізілген жұмыртқамызды бетіне салып шығатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Ал салатымыздың жандарын осындай кивимен әсемдейтін боламын. Жалпы салатты әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Салатымыз өте әдемі болып, столымыздың сәнін келтіріп тұрады. Достар, көріп тұрғаныңыздай біздің салатымыз дайын болып қалды. Өте ерекше әрі әдемі салат болды. Дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны қараған болсаңыздар лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.